Сәлем достар. Жұмыстан шығып барып шыға келдік. Мен крутой баламды алып кетуге. Обычно папамыз алып кететін, бірақ бүгін папамыз жоқ. Қалада мен алып кетуге келдім. Ал шықтық біз балабақшадан. Сумка заттарымызбен жинап алдық. Өйткені 12 күнге біз отпускаға кетіп бара жатырмыз. Садигіміздің асханасына ремонт болады екен. Соған байланысты біз енді 12 күн үйде боламыз. Мына жігітті кім қарайды екен 12 күн бойына, мен миым шетейін деп тұр ғой. Ал мен осы жылға отпуска алмаймын деп шешкен болатынмын. Мына қыздар менің балама андай поцелуй шіледі. Поцелуй жеп отыр. Менің балдарыма. Менің балама қыздар ғашық болып жүрген е. Жүр кеттік. Кеттік па? Жүр енді үйге. Келе жатырмыз. Бүгінгі айтайын деген жаңалығым. Енді осы жаздан бастап ютубты жақсылап қолға алайын деп жатырмын. Өйткені менде алдыма қойған мақсат бар. Цель кредитімді осы бір жыл ішінде жауып тастау. Негізі 5 жыл алғанмын кредитті. Енді сол кредитті 5 жыл, бір жылдың ішінде жауып тастау керек болып жатыр. Ал. Үйде, иә. Соған енді өзімен бір мақсат қойдым. Жұмыстан кейін жаңағы курьерский нені алып. Курьерский. Я, о, сен сөйлеттірме мені, я? Курьерский услугамен заниматься еткен машинам бар ғой астында. Машинамды алғаныма бір 2 айдай болды. 2 айдан асып кетті. Алған бойдан сразу 1 айдан кейін, 1 айға жетпей, машинамды артынан келіп соққан болатын, оны ремонттап айтып шығардық. Енді негізі машина алған мақсатым сол күйеуім енді сокращение болып қысқарып жұмыстан қалып қалса, енді 6 айдай жатыр жұмыста алып. Сосын мен машинаны алдым. Ең болмағанда сен таксовать ет, бірдеме жаса, шабаш істетесің ба деп. Онымен біздің ағамыз машинаны алғаннан кейін вообще керім шалқайып кетті ғой. Мен қалтаңда ақшам жоқ дейді, жұмыс жоқ. Қаңғыбай дейді. Достарымен кетті, охота деді. Одан бір қуақтан келіп жатыр да, жарай келді. Қасына достарын, құрдастарын алдында беделін түсірмейін деп көп сөйлемеймін ғой енді. Шеттім ау ақыры еме. Тағы невозможно ішіп отыр. Ютубымды жүргізген емеспін. Андай тұрақты, күнделікті тұрақты жүргізсем, негізі ютубтан жақсы неге шығуға болады. Кәдімгі сабысқа да, просмотрға да бәріне шығуға болады. Свое время декретте тұрғанда мен сол нелердің да енді блогерлер болады, кейбір адамдар болады, ютуб постақ сөйтіп, соларға көрсетіп, солардың ютубтарына жасап беріп, контент жасап беріп, сценарий жазып беріп, сөйтіп жүрген болатын кезінде. Бірақ өзімнің ютубымды ешқашан жүргізген емеспін. Енді соны мақтап қолға алғым келіп отыр. Өйткені бір жалақымен, бір зарплатамен қазір күн көру онша оңай болып жатқан жоқ. Маған негізі оңайлыққа тиіп жатқан жоқ. Папамыз қазір жұмыссыз данымен. Оның үстіне жаңағы төлейтін кредиттеріміз бар. Соны тапқан ақшамыздың тең жартысы кредитке кетеді. Тең жартысының жартысы жаңағыдай. Сөйлейміз, анадейміз. Мен сейчас қанша мол тапсам да жаңағы жеткізбей бара жатыр. Өйткені жаңағы не алды. Әйел адам табысына қарағанда ер адамдікі берекелі болады дейді. Енді мен шынымен солай шығар, менің тапқан табысым онда қатты барласатына кәдімгідей. Сөйтіп жетіп тұрады, бірақ алысып жатқан ештеңесі жоқ. Солай, оның үстіне даладағы былай сыртқы адам ойбай сен мынандай ақша тапсың ғой деп айтқанымен, ол сол ақшаны сол адамның қолына берсе, ол адамның өзі де жеткізу әбден екі талай да ол нәрсе.